Сонымен сабағымызды жалғастырайық. Бізде тежеуші және шабыттандырушы нанымдар бар, иә. Біз тежеуші нанымдарды әлсіретуіміз керек, шабыттандыратын нанымдарымызды одан сайын бекітуіміз керек, одан сайын күшейтуіміз керек. Негізі енді жалқаулық жеңу, иә. Бәрінің айтатын, ой, жалқаулықты қалай жеңсем болады деп. Негізінде жалқаулық деген мүлдем жоқ нәрсе. Ондай функция мүлдем жоқ. Просто ми көп энергия жұмсағысы келмейді. Ол мидың негізгі функциясы бұл адамды қорғау. Өзі білмейтін нәрсеге жасатпау. Ми бұл қауіпті деп ойлайды. Оған белгісіз нәрсені басқадан жасатпауға тырысады, өзінің иесіне ше. Ми негізі біздің ағзамыздың 2% ғана орын алады, но 98% энергия кетіріп жұмыс жасайды. Барлық ағзамызда сол мимен байланысты жұмыс жасайды. Енді қараңыз, осы курстағы тапсырмаларды ми энергия жоғалтқысы келмейді, сылтаурайта бастайды. Соткам өшіп қалды, интернет болмай қалды, енем келіп қалды, әкем келіп қалды, шешем келіп қалды, балалар ауырып қалды, анау мынау деген сияқты прям ситуациялардың барлығын соны жасатпауға тырысады. Неге? Потому что ми сізді қорғай бастайды. Как будто сіз оны жасасаңыз бір қауіпті нәрсе жасап жатқан сияқты ситуация сияқты бола бастайды. Ол нормально. Ми сізді сөйтіп қорғайды. Біз оның қорқынышын кетірудің қазір амалын үйретеміз. Мысалы, сіз тіс жусаңыз, тамақ ішсеңіз, мен шошымайды ғой. Ол әдет болып кеткен, кәдімгідей әдет. Түсінікті ғой, әдет қалыптастыруымыз керек. Оны қалай істейміз? Біз жетістік күнделігін толтырамыз. Осындай мысалы 30 күнге орта жазамыз, не істейтінімізді жазамыз. Мысалы, мынау бағана алдында айттық қой, 8 сала деп, соның ішінде біз басында ақшаны шығардық, одан кейін төмен түстік, қайтадан шығардық деген сияқты, рекрутинг бұл бизнеске келетін нәрсе. Су ішу, жүгіру, дұрыс тамақтан жаттығу бұл денсаулыққа байланысты нәрсе. Білім алу, жеке тұлға ретінде балалар еркелету, қарым-қатынас, күйеуіңе еркелеу тоже қарым-қатынас, осылай жетістік күндерін жазамыз. Өзіңіз жазасыз, мына жерде не істегіңіз келеді, өзіңіз жазасыз. Түсінікті ғой, Енді бұл жерде минимум, максимум деген, максимум рекрутинг деген идеально 3 адамға күштілеп тұрып ақпарат бердіңіз, регистрация болды, жалыққан жоқсыз, бар инструменттерді қолдандыңыз деген сияқты, Но бұл жерде бұл максимум. Минимум хотя бы, мысалы, инстаграмға пост салсаңыз, 2-3 сторис салсаңыз, бір адамға бірдеңке деп сөйлесеңіз, ол рекрутинг түрі, сіз өзіңізге нәрсе плюс қоюыңыз керек. Хотя бы бір әрекет жасауыңыз керек. Міндетті түрде жасау керек, кішкентай болса да жасау керек. Су ішесіз, мысалы, су ішу деп 2 литр су ішемін деп, бірақ 1 литр су ішіп қойды. По-любому 500 миллилитр ғана ішсеңіз деп, по-любому минимум жасадыңыз. Минимумын хотя бы жазасыз. Сол кезде біздің миымыз ойлайды, мынау маған ешқандай қауіп тудырмайды екен, соны ақырын жасай беруге болады екен деп, уже сізге рұқсат береді. Сізде уже әдет қалыптасады. Күнделікті 30 күн осыны жасай берсеңіз, сізде уже әдет қалыптасады. Түсіндіңіз ғой? Білім алу. 1 сағат білім алам деп айттыңыз максимум, бірақ хотя бы 10 минут, 5 минут кітап оқысаңыз, мына жерге кішкентай болсын плюс жазып қоясыздар. Бұл кәдімгідей сізді жалқаулықты жеңу деген әдет осы. Екінші, жалқаулықтың жеңудің күшті бір әдеті, ол сіздің өміріңізде болған жетістіктерді тізімін жазу. Енді хотя бы 10-ын жаздыңыз, не істедіңіз? Оқуды жақсы оқыдыңыз, дипломыңыз красный болды, машина алдыңыз, үй салдыңыз деген сияқты, Әркімнің жетістігі әртүрлі. 5 бала тудым, 10 бала тудым деген сияқты. Енді қараңыз. Екінші, оған жетуге сізге қандай қасиеттеріңіз көмектесіп, прям жазасыздар. Мына жаққа жетістіктеріңізді жазасыз, мына келесі жағына қандай қасиеттер ойыңыз. Мысалы, табандылық. Сабақты оқығанда зейінді болдыңыз. Машинаны алам деген кезде прям экономить етіп ақшаңызды, или там настырный болдыңыз. Қандай қасиет бойыңыздағы сол сіздің жетістігіңізге жетуге жақсы көмек берді. Яғни сіздің бойыңызда ол қасиет бар. Біз оларды қайтадан оятамыз.
түсіндіңіздер ме? Сол кезде мына жалқаулық өзінен өзі әлсірейді. Бұл екі керемет. Үшінші бізде энергия қайда кетеді, иә? Энергия маз деп жатады. Оның барлығы бірінші реніш, өкпе, наз, жек көруге кетеді. Екінші аяқталмаған істерді ойлауға кетеді. Үшінші өзіңізді өзіңіз кінәлауға кетеді. Біз одан да айырыламыз. Бірінші, менде өте керемет техника бар. Бұл жақсы жұмыс жасайтын техника картоп методы. Яғни көз алдыңызға бірнеше картопты елестетесіз. Бұл сізде адамдар. Соның ішінен сұрыптайсыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу деген сияқты. Олар кімдер? Сіз ренжіп жүрген, жек көретін адамдар, назыңыз бар адамдар, бәрін перечислить етіп жазасыз. Соның ішінен мүлдем кешірмеймін, осы адамды жек көремін дейтін адамдар тағы реттейсіз. Әркімдікі әртүрлі болды. Біреуде 5, біреуде 3, біреуде 10 деген сияқты. Соны аласыз да, мына кеуде тұсыңыз, омырауыңыз үстіне тағып алдым деп көз алдыңызды елестетесіз. Постоянно собой таскать. Тұрып қалған картошка не істейді? Шірейді. Ойбай, мынаның иісі деген ой, кәдімгідей мынандай картошка шіріп кеткен кезде ұстап көрген адамдар болса көз алып. Енді қараңыз, картоп мынандай болып тұрған кезде сіз мойныңызға асқансыз. Сонымен жатасыз, сонымен тұрасыз, сол ренішпен. Ол шірей бастайды. Сіздің мұрныңыздың иісі бұған ақырындап үйрене бастайды. Сізге бір жат адам келіп қалса, сіз ана реніш өкпеңізді айта бастаңыз, ол сізден қашады, потому что сізден сасық иісі шығады. Реніштің сасық иісі шығады. Мысалы, енеңізге ренжіп жүр дейміз, келініңізге ренжіп жүр дейінге, или там атаңызға, біреуге ренжіп жүрсіз дейік. Енді қоғамда сол ғой, ене келін деген мен айтпай, Аллаға шүкір, енеммен өте жақсы қарым-қатынастамын. Просто қоғамдағы не болғаннан кейін көп пример келтіремін. Қараңыз, кімнің енесімен или келінімен реніші бар, сол кісілер жақындай кетсе, сіздің әңгімелеріңіз жарасып кетеді. Әңгімелеріңіз жарасып, рахаттанып әңгімелесіз. Кімнің енесімен, келінімен жағдайы жақсы, қарым-қатынас, олар сізден жиіркенеді, кәдімгідей фу, сасық иіс деген сияқты, реніш, өкпенің иісі шығып тұр деп сізден кәдімгідей қашады. Понимаете? Каждый нәрсе сіздің мұрныңыз оған үйреніп қалған. Сізге тек қана сондай реніші бар адамдар, біреуді жек көретін адамдар, өкіметті кінәлайтын адамдар, постоянно сылтау айтатын адамдармен әңгімеңіз рахат, жарысады, кайфовать етесіз. Ал жауапкершілігі бар, басқа қандай қарым-қатынаста жақсы олар сізбен мүлдем тіл табыса. Поэтому мынаны өзіңізбен таскать етудің қажеті жоқ. Выбросите, лақтырып жіберіңіз. Полностью барлығын лақтырып жіберіп, содан құтылу керек. Реніш өкпе тек қана сізге ғана прям ағзаңыз ішінен шіріген сияқты шірітеді сізді. Басқа нәрсе әкелмейді. Тура осындай картошка сасып жүресіз. Быт-шыт болып ше. Поэтому олардан құтылу керек. Екінші аяқталмаған істер тізімін жазасыз. Анам туған күніне звондауым керек еді, анама звондауым керек, больницаны көңіл сұрамадым, қарызын бермедім деп айта алмадым, қарызымды сұрамадым, короче, тізімдерді жазасыз, қандай істейін деп жүрген ойыңызға барлығын жазасыз да, оны орындайсыз. Өткенде туған күніне құттықтаймын деп ұмытып кеттім, ренжімеші, өткен туған күнім мен. Анам айтасың, неше күн болды сізге звондайын деп жүрген, анашым, сені сағындым, звондайсыз. Больницада жатқанда көңіліңді сұрамап едім деп үйіне барасыз ба, жоқ былай звондай істейсіз. Қарызым бар еді, соны бере алмай жүрмін деп айтасыз звондап. Тура сол сияқты нәрселердің бәрін орындайсыз. Тізімде аяқталмай істердің бәрін тізім жазасыз, соны бір-бірден орындап отырасыз. Кредитін жабылмай жатса, значит, онда бір методы бар. Көп кредит болса, бір кредит алып, бәрін біреумен жауып, бір кредит қол қоятын методтар бар. Негізі ол да миды тыныштандырады ше. Ата кредитті жабудың әрекеті ол әрекет жасау. Әрекет жасау болды. Басқа ақша табудың әдісі жоқ. Үшінші, өзін-өзі кінәлау. Өзін-өзі кінәлау бұл жерде мен жаман қызбын, мен жаман оқушымын, мен жаман анамын, мен жаман келінмін деген сияқты. Мен қате жасап қойдым, мен бүйте алмадым, мен сөйте алмадым деп өзін постоянно кінә. Біріншіден есіңізде сақталған, сіз қателесуге құқығыңыз бар. Сіз адам болғаннан пенде болған құқығыңыз бар. Екіншіден, сіз уже бөлінуіңіз керек, сіз өзіңіз бөлек тұлғасыз. Көбінесе мына әке шешелері
еркелететін әке шешелер жауапкершілік көп өздерін алып балаларын самостоятельно қылмайтын адамдар мына сепарация жасай алмайды. Даже күйеуге тиген кезде шешесінен шықпай қалады, шешесінің сөзінен сөйтіп ортаға мамасы түседі, семьяның да құртуына сол кедергі болады. Сепарацияның моральды, интеллектуал, материалды түрі болады. Вот көбіне осы материалды түрден көп шыға алмайды. Күйеулер ұрады, жақсы ақша беруі мүмкін, сол үшін кете алмайтын болады. Моральды жәнегі шешелерінен интеллектуалды деген тоже бұл да білім жағынан білмеймін деген сияқты. Вот сіз тұлғасыз, сіз бөлек адамсыз, сіз сепарация жасауыңыз керек. Ата-анадан бөлініп шығу. Мен бұған байланысты сіздерге күшті текст берем, дайын. Сол арқылы жасайтын боламыз. Мысалы, көбі ата-ананың ақ сүтін ақтаймын деп өздерін мүлдем ұмытып кетеді. 40-қа келсе, 50-ге келсе, до сих пор өздерін мына сепарация жасалмақ, бөлініп шықпаған. Сепарация жасау бұл сізге постоянно мешать етеді. Вот материальный сепарация боламағандықтан, сіз өзіңізді жеке тұлға сезінбегендіктен, сіз өз бетіңізден ақша табуды білмейсіз. Потому что ойлайсыз, ойбай, мен ақша тапсам, таба алмаймын, мен бүйте алмаймын, күйеуім асырау керек деген сияқты әңгімелер. Осының барлығы мына сепарация болмағандықтан. Сепарацияға байланысты мен еще WhatsApp чатта сіздерге толық ақпарат беремін. Әрқайсысы туралы менің мына жерде кішкене уақытым шектеулі болып тұр. Түсінікті ғой, Енді қараңыздар, қаржылай еркіндікке қалай жетеміз, Бұл бізде фармацияға тіркеліп отырсыздар. Қалай? Бұл сұрақтың тек қана 10%. А вот енді 90% не үшін керек сізге? Ол ақша. Ақша керек. Қалай? Ол 10% ғана. Не үшін керек? Ол 90%. Ми дегеніміз біздің навигатор, тугис сияқты. А точкасына Б точкасына апарады. Түсінесіздер ме? Бізде А точкамыз қазір новичок, біз Б точкамыз 25% директорға шығу керек. Енді біз мына сұраққа жауап беруіміз керек. Сізге ақша не үшін керек? Прям перечислить етіп жазу керексіздер. Егер сіз қалай фармасимен, а вот екінші фармасиден алатын ақшаңыз қайда жұмсайсыз? Сіз егер мына сұраққа жауап бере алмасаңыз, сіздің миыңыз жұмыс жасамайды. Мына А точкасынан тұра береді. А точкасы мысалы, Б точкасына барырсың, ортада бір кедергілер бар, жол бар, мынандай светофор бар, анау-мынаудан. Солардан өтпейді, тұрады, осы А точкасында тұрады, мына жаққа қарап қана тұрады, или артқа қайтады. Мына сұраққа сіз жауап беріңіз. Сіз ақшаны не істейсіз, неге жұмсайсыз? Үй аласыз, квартира аласыз, бала-шағаңызбен саяхаттайсыз, нақты болу керек. Миыңыз соған сену керек. Арман емес, кәдімгідей. Мысалы, алтын алып қалам қанша теңгеге? Бірінші зарплатама, одан кейінгі дубленка алам, норковый шуба алам, аяғыма 60 мыңдық етік алам кожаный деген сияқты бәрін перечислеп, бәрін жазасыздар. Түсіндіңіздер ме? Мысалы, біз 25% директорлыққа шыққан кезде примерно 200 мың теңге табатынбыз. Бірінші айда 200 мың қайда жұмсайды, екінші айда қайда жұмсайды, үшінші айда 500 мың болғанда қайда жұмсайды. Соның барлығын жазып шығу керек. Сол кезде ғана барып біздің миымыз жұмыс жасайды. Қаржылай еркіндікке қалай жетеміз деген сұрақ. Түсінікті ғой? Қалай? Мысалы, сетевой қалай? Инфобизнес қалай? Енді сол жерден тапқан ақшаңыз қайда жұмсайсыз? Обязательно болу керек. Түсінікті, Енді келесі сабақтарда біз сату құпиясымен танысамыз. Сату құпия, үйге тапсырма, не үшін сізге ақша керек? Соның барлығын мына жерге жазасыз. Қалай фармасимен, не үшін керек? Перечислять етесіз. Үй тапсырмасы осы. Еще нелер жасауымыз керек? Күнделік жетістік күнделігін.